Оңтүстік Қазақстан қазақлықтың қаймағы бұзылмаған өлке. Бұл абыздар мен әулиелердің қасиеті дарыған, Қожа Ахмет Яссауи мен Әл-Фарабидің ізі қалған, көне мәдени мұраға бай киелі жер. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Орта Азия, Тұран топырағы, ұлы жібек жолы, ұлы дала. Бұл ұғымдардың қалыптасуында біздің бабаларымыз көшпелі түркілердің үлесі зор. Ондаған ғасырлар бойы адамзат баласы осы ұғымдардың аясында күн кешті. 751 жыл Талас өзенінің маңында болған Атлах шайқасы. Бұл шешуші шайқаста түркілер арабтарға қосылып Қытай қолбасшысы Као Сенченің жасағын талқандады. Қытай әскері күйрей жеңіліп, Жетісу мен Шығыс Түркістан азат етілді. Осы жеңістің нәтижесінде ислам діні мен мәдениеті Орта Азия жерінде кең тарай бастады. Исламның қайнар бастауларынан нәр алған Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашғари, Мұхаммед Қайдар Дулати сынды ұлы ойшылдар орта ғасырлық ғылым мен философияның көрнекті өкілдеріне айналды. Қожа Ахмет Яссауи, Ахмет Үйгенекей, Сүлеймен Бақырғани сынды пайғамбарлық өнегеден тәлім алған тұлғалар түркі жұртын исламның тұнық бастауларынан сусындатуға ат салысты. Қазақ жерінің оңтүстік өңірі ислам дінінің ұлы далаға енуіне айқара ашылған қақпа болды. Көне Тараз бен Түркістан өлкесі, сыр бойындағы шаһарлар ислам дінінің біздің топырағымызда гүлденуіне септігін тигізді. Қазіргі таңда да өзінің дініне ықыласты, дәстүріне берік халқымен ерекшеленген бұл өлкеден халқына жол көрсетер ұстаздар көптеп шығуда. Олар да ілімнің шырағын жаққан бабаларымыздың жолын жалғап, үйренген ілімімен құтты халқын сусындатуда. Бүгінде Алтайдан Атырауға дейінгі алып аймақтың әрбір түкпірінен азан даусын естуге болады. Тәуелсіз еліміздің күн санап бір-бірімен таласа бой көтерген мешіт медреселері халқымыздың рухани сұранысына жауап беруде. Мәдениеті, әл-ауқаты, халықаралық беделі күннен күнге арта түскен еліміз келешекке бағытталған келесі қадамын рухани жаңғырудан бастамақ. Әрбір қадамымызға Алланың нұры жауып, рухымыз асқақтай бергей. Сардарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәсәләмнің өмірге келген мәуліт айы баршамызға құтты болсын.